Жер күн сайын күннен келетін қауіпті сәулелердің астында болады. Күн үздіксіз радиациямен зарядталған бөлшектер ағындарын жібереді. Егер қорғаныс болмаса, бұл сәулелер жердегі барлық тіршілікті жойып, планетаны өлі шөлге айналдырар еді. Бірақ бұлай болмайды, себебі жерде күшті қорғаныс жүйесі бар. Оның пайда болуы Теямен соқтығысу деген ежелгі оқиғамен байланысты. Ерте заманда жер үлкен аспан денесімен соқтығысып, соның нәтижесінде оның темірден тұратын үлкен бөлігі жердің ішіне қосылып кеткен. Сол темір ядро бүгінге дейін жердің ішінде өте жоғары температурада айналып, қозғалып тұрады. Осы қозғалыс күшті магнит өрісін тудырады. Бұл өріс жерді толық қоршап, ғарышқа дейін созылады. Ғалымдар бұл қорғаныс қабатын магнитосфера деп атайды. Магнитосфера күннен келетін қауіпті бөлшектердің көп бөлігін кері қайтарады. Соның арасында жердің атмосферасы сақталады. Тіршілік радиациядан қорғалады. Тек аз ғана бөлшектер полюстер арқылы өтіп кетеді. Олар атмосферада жанып, біз көретін әдемі жарық солтүстік шұғылаға айналады. Біз тірі қалуымызға жердің ішіндегі темір ядроға қарыздармыз. Ол көрінбейді, бірақ тәулік бойы бізді қорғайтын табиғи қалқан сияқты жұмыс істейді.